Адамдардың сәл асқазаны ауырса, шланга зонд жұтып ФГДС процесінен өтуге асығады. Сол процестен өткен біздің оқырмандардың біздің видеоның астына қалдырған бір-екі пікірмен бөліспек етейін. Медцентрда сондай одноразовый емес, тряпкамен сүртіп бедірейіп тұра береді медсестра. Врач та айтпайды ғой, дым білмейді ғой. Шланга жұттырғанда кезекте отырғандарда жылдам шақырып жатады. Сонда қалай обработка жасап үлгереді? Өз басым жиіркенем, содан аурулар адам жұқтырады. Менде шланга жұттырып бірінші рет, маған необработанный шланга жұтқызған шығар. Хеликобактер жұқтырды ғой, енді құтыла алмай отырмын. Қалай емделсе болады? Бұл біздің оқырмандардың видеоның астына қалдырған бір-екі пікірмен ғана бөлістім, айтпай отырғандары қаншама. Асқазаныңызда мәселе болса, біздің кванттық бионализатор аппаратынан диагностиканы өту арқылы асқазаныңыздың перистальтика жүйесі, қысу жүйесі, тамақтың сіңілу жүйесі, бүкіл ас қорыту жүйеңізді және де асқазаныңызда сөлдің деңгейін дәл анықтап алсаңыздар болады. Толыққанды ақпарат алу үшін төмендегі WhatsApp нөмірге жазыңыз немесе хабарласыңыз, ұзақ созып жүре бермеңіз.